Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бір жасағаннан сәтті болып шығатын қаймақты бәліш, яғни сметанниктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшері мен құрамын видеоның астына жазып кетемін. Сол жерден қараңыздар. Ерітілген немесе бөлме температурасындағы сары майымызды жұмыртқамызбен араластырып алып, үстінен қантымызды саламыз. Жақсылап араластырып, біркелкі массаға айналдырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді осының үстіне шым-шым тұз салып, ұнымызды салып, оның үстіне қопсытқыш саламыз. Басында осындай сұйық масса кезінде венчиктің көмегімен араластырамыз. Қою массаға айнала бастағанда қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Мен ұнның мөлшерінің барлығын салдым және үстінен қамыр қопсытқыш салдым. Енді қолымызбен қамыр илейміз. Мен күнделікті әртүрлі тәттілердің және тағамдардың құпиясыз рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма кіріп, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Комментарий мен лайк басуды да ұмытпаңыздар. Міне бізде осындай қатты тығыз емес, жұмыс жасауға ыңғайлы, жұмсақ қамыр шығуы қажет. Қамырымызды тоңазытқышқа салып қоюдың қажеті жоқ. Ішіне салмасын дайындағанша бөлек ала тұрамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Жұмыртқаларымызды жарып алып, үстінен қантымызды саламыз. Одан кейін қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса шығуы қажет. Міне бізде осындай біркелкі масса шықты. Енді осы салмамызды қазір құятын боламыз. Енді біз қамырымызды кез келген формаға, үйіңізде қандай форма бар, соған салсаңыздар болады. Менде мынандай да форма бар, бірақ бұған салсам, ернеуі қатты биік болмай тұр. Сол себепті мынандай қатты биік ернеуге саламыз, себебі қазір біздің пирогымыз былай көтеріледі, сол кезде тасып кетпес үшін. Өз қалауыңыз бойынша қамырды бірден формаға қолыңызбен орналастырсаңыз болады. Мен осылайынан бірінші жайып алып, одан кейін формаға орналастырамын. Ары қарай қалыңдығын және шет-шетін қолыммен жөндеп жасап шығамын. Міне осылайша қамырымды біркелкі етіп формаға орналастырып алдым. Пеште пісу барысында қамырымыз көтеріліп кетпес үшін вилканың көмегімен осындай тесіктер жасаймыз. Енді дайын болған қамырға салмамызды құямыз. Енді бәлішімізді 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Міне біздің мінсіз, дәмді әрі нәзік сметаннигіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бастысы ыстық кезде формадан ажыратпаңыздар. Бетінде трещина пайда болуы мүмкін және суығаннан кейін ғана кесіңіздер. Себебі ішіндегі қаймағы ағып кетеді. Мен толық суығаннан кейін ғана формасынан ажыратып және кестім. Сіздермен болған әсел ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.